біз топқа бөлмейміз, иә. Топқа бөліп алайық. Осы құралдарды алып дайындалғанда қазір есімдерін мына жерге жазып қойдым. 3 топқа бөлінеміз. 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ мына жерде, екінші топ, үшінші топ, иә. Бірінші топ Мариям, Айша, Айару, Ерасыл, Сайын, Айсана, Раяна сындар. Есімдерін оқып отыра қойды, жайғасып. Екінші топ бар. Отырда екінші топтар бар. Мардан екінші топтан шығарсы, екінші топқа бар, екінші топтан шығарсы. Толық шықпай қалуымыз бар. Ол кезде толық шықпай қалуымыз бар. Баға жазып көріңдер ғой. Ал жайғасып отырыңдар. Алихан отыр. Кел, Алихан келе жүрді. Алихан отыр. Олар отыр. Қайтадан бөлейші тоқтады. Негізі. Болды, енді дұрыс болды. Ал бұл ауылда дұрыс істейсіз. Ашып, дәптерлеріңді ашып, ішінде бағалау паршасы бар. Соған кітаптың қазір бағалайсыңдар. Балуан әңгімесінің мазмұнын айтасыңдар. 60 тапсырманы орындайсың, сұрақтарға жауап бересің. Яғни 3 балл береді. Қазір мен сіздерге ғажайып алаңға кімнің есімі түссе, кімнің есімі түссе, сол үй тапсырмасын айтады. Ал олай болса, қазір бірінші топтан кім шығады? Бірінші топтан кім шыға қой. Үй тапсырмасын айтады ғой. Қазіргі жер шашын жұмақты тілін аралаған. Ол көптеген балуандардың төресі 48 медаль алған. Оның 48 медалінің дені 1,5 болған. Ол нағаға оны жақсы кеудесіне тағып алған. Ол 1905 жылы еліне барып, балуандардың төресі 18 балуандарды өзімен Сайын қаласында күрес өтті. Ол жерде 30-дан асқан балуандар болды. Ол жерге Өте жақсы тамаша. Ал енді келесі оқушы, айналдырып жатырмын. Кімнің есімі шығады екен? Ерасыл. Қажекеннің көптеген медальдары бар. Ол барлық медальдары 48 медальдарға жетеді. Ол жерде күміс медальда 6 медальдар бар. Ол Қытай еліне барып 18 балуандарды төбелестірді. Ағарай. Кім жалғастырады? Қазір кімнің есімі шықса, сол жалғастырады. Яғни Қытай елге сапарға шығады. Раяна. Бұл сапарға ресейден 18 балуан барады. Бірақ аталарында қолданбай болған жоқ. Қажекен әр күреске барған кезде ортасына аргумент барып қолданып жатыр. Ал бұл күресте қолданбай болған жоқ. Балуан кедергі кезінде Қажекенге аргумент айтады. Сенің қасындағы жігіттерінде серік жігіттер. Бірақ олар бұрын сонда күресіп көрмеген. Сондықтан Қажекен ерте сапарады. Содан кейін Ағарай жалғастырады. Майя. Ал енді тағы бір оқушыны шығарайық. Жаңа ойнай алмай қалып қой. Басында қосылған. Сайын. Топпен шығарайын, иә? Тағы кім шығарайын? Кел ол, қасына, кел. Айсана, Арсен. Келесі. Арсен, тағы бір оқушыны шығарайын. Айсана, кел. Жоқ, басын айта ғой. Иә, Қажымұқан, жер шарынан. Жер шарынан жинатып, енді аралап шыққан. Ол ояқтан әр балуандармен күресіп, барлығы 48 медаль алған.
алтында күміс те бар. Медальдардың дені 1,5 қарыс қызыл матамен кеудесіне тағып алған. Ол 1905 жылы Қытай еліне барады. Ресей балуандарынан 18 балуан барады. Қажымұқан Қытай еліне бара жатқанда ол жерде подобный болмайды. Ал Қажымұқан қай жерге барса подобный жүрмеді. Жолға жүре бастағанда подобный оған Қажымұқан сенің қасында жүрген жас жігіттер, бірақ үлкен палуан болғанда сен онымен өзің күрес дейді. Арада бір күн өткесіп, ортаға Сакаки деген жапон палуаны шығады. Оларды жеу жетісу деп атайды екен. Нені атайды? Күрес. Ол не мағынаны біледі? Қандай күрес ол жеу жетісу? Қандай адамсың түсінбедім. Сар Кекен айтады. Менен кім шығады деп кілемнің үстінде жүріп алады. Төреші де кім шығады деп айтады. Болмаса Қажымұқан да ортаға байлап ортаға мен шығамын деді. Сонан соң Қажымұқан ұтылып бірінші раундында ұтылып бара жатты. Екінші раундына келгенде ол барлық күшін жинап ұтылған тестіріп ұтуға дайындалған. Содан кейін бетін емдеуге жақсы емханаға барады. Бірі бетін сүртіп жаса, бірі су береді, бірі емдейді. Сонда оның қасына көбінесе подобный болады. Ал енді балаларға сізге байланысты сұрақ береді. Ал Ғайша, сол жерде тұрып жауап береді. Ол сұрақ болды. Подобный кім? Подобный қасында жүретін серіктесі және досы болып саналады. Дұрыс па балалар? Иә. Келесі сұрақ. Аяғу дайындал оқуға. Оқы. Бейхабар. Сөздің мағынасы қандай? Бейхабар деген Сөздің мағынасы хабарсыз. хабарсыз. Дұрыс па? Иә. Келесі сұрақ. Айша. Оқы. Қажымұқан сапарға шығарда подобный қандай ақыл кеңес айтты? Қажымұқан сапарға шығарда подобный оған Қажымұқан қасындағы серіктерінің бәрі жақсы, бірақ олар алып күштің иесі деп Айта алмаймын, иә? ақыл кеңес айтты. Сондықтан үлкен балуан шыққандығында белдесуге өзің шық деп ақыл кеңес айтты. Дұрыс па балалар? Келесі сұрақ. Еңлік. Оқы. Қажымұқан нәтижеге жетті. Қандай нәтижеге жетті? Соңында қандай нәтижеге жетті? Жеңіске жетті, иә? Келесі сұрақ. Мардан. Оқы. Сайыстан кейін қандай оқиға орын алды? Олар пойызға ілініп, біреуі жарақатын емдеп жатса, біреуі суын береді. Сөйтіп олар қалаға жеткеннен кейін оны ең жақсы деген дәрігерге апарып, Қажымұқанды жалғызсыратпау үшін подобный досы келіп тұрады екен. Сөйтіп одан сұрапты, саған осындай күш қайдан берілді деп. Өте жақсы, тамаша. Балнұр. Сайыс қай қалада өтті? Сайыс Харбин қаласында өтті. Дұрыс па? Иә. Келесі сұрақ. Көп сұрағымыз бар ма? Үш сұрағымыз бар. Амина. Көмектесеміз, Алтынай. Сәргеген Қажымұқанның Кімі? жауы. Жауы. Және кімде басқа болады? Қарсыласы. Екі сұрақ қалды. Ерқай. Қажымұқан жер шарының неше елін аралады? Ол 24 елін аралады. Дұрыс па? Бұл туралы бір сұрақ қалды. Бұл сұрақты кім жауап береді екен соңғы сұрақты қазір? Айфан. Сайысқа шығарда Қажымұқанға кім ақыл кеңес айтты? Қажымұқанға сайысқа шығар алдында подобный ақыл кеңес айтты. Өте жақсы, тамаша. Балалар бағалы парақшамызға үй тапсырмасын бағалаймыз. Үйге берген тапсырма сіздерге 6-шы тапсырма еді. 6-шы тапсырмада жоспар құрып әңгімелеу келеді. Және түсінік айтқандарға сұраққа жауап бергендерге балық қойылады.
Бағалаттан Ya. енді балалар бағалап болсақ бәріміз сақтар назар аударамыз. Бағалауды ұмытпаймыз. Үй тапсырмасы бағалап бұл сюжеттің дамудағы өзгерістерін анықтау, шығарманың маңызды тұстарын анықтау үшін ашық сұрақтар қою және жауап беру. Балалар Ахмет Байтұрсынұлы туралы көптеген жазушылар мынандай пікірлер жазып кеткен. Бағана сайтта бар еді, Көшпек Қасымбектегі бұлттан өтпеген, иә. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың рухани көсемі, бұлтар әуезі. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін Сәкен Сейфуллин. Үшінші, біз бүгін ахаңның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуі де бір грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің қасиеті. Ол Жұмабай, Есенжол, Сейдахмет ақындардың жырларын тыңдап өсті. Домбыраны әрі ақын, әрі композитор Есенжол Жанжақұлынан үйреніпті. Сейдахмет ақын Балахметті ерте-ақ танып, елетпей көгерімдей болғандығын, танытқан таңғажайып алдырлығын, әдейі Ахметке өлең арнап, қолыма домбырамды алдым бүгін. Бар қонды оннан асқан, оннан жаңа асқанында, асасың өнердің сан асқарында. Жарқырап әлі бір күн тұрарсың сен, жұлдыз бол қазағымның аспанында деген. Дана ақын, бала ақынның болашақта қазақ аспанында жұлдыз болып жанатынына сенген. Ахметтің ұстаздық жолға түсуіне Ыбырай Алтынсариннің әсері мол болды. Ол Ыбырай мектебінің үздік әрі жүйрік шәкірті ұстаз қалдырған өнеге. Ал енді біз күнделікті блогта оқып жүрміз, қазір тізбекте оқимыз. Сендерге спираль әдісі бойынша мән берем, әр жұп бойынша қазір оқып дайындаласыздар. Al, kım basaydı? Ya ben şu okuyam, sen de oku. Ben gözüm aydım. Ala yakın çalıştırdı, say çalıştır. Ala çalıştırdı. Meryem. Sınat. Bak Ayşe. Altay. Aysana. Son bu söyledi okuyla gel. Gelip alayım bala. Bize bu bölümde деген сөз берген, bu bölümde деген сөздің мағынасы жаз, кәтемізге жаз аламыз. Жылдан. Sayın. Bu kışkırtı kezine göre yerlerinde kabiliyetli hava olmak. Ya. Ahmet Bey'in yazışı Harun Akın. Ahmet Bey'in kışkırtı kezine göre kitap okuyor. Ahmet Bey'in mektup başkanı. Mektup başkanı. Burundan bilетін әңгімелер айтсын, burundan білетін мәлімет айтсаңдар шкала. Алдын ала оқу. Иә. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиін шығарған. Раяна. Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқыш, тіл құрал, қырық мысал деген еңбектері бар. Балалар, жауап берген оқушылар бір балл қояды. Ал енді сендерге Ахмет Байтұрсын туралы тағы да мәліметті еске түсіріп берейін. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы туылып, 1938 жылы дүниеден өткен. Қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытөбек ауылында дүниеге келді. Қазақтың ұлттық тіл білімінің іргетасын қалаушы, лингвист, ғалым, еңбегі ерекше ағартушы педагог, сөз құдіретін танытқан тамаша ақын, ірі қоғам қайраткері. Қазақ оқушыларының бірнеше буыны сауатын Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиімен ашып, ана тілін тіл құралы арқылы оқып үйренді. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасына негізделген қазақ жазуының іргетасын қалаушы, қазақ әдебиеті мен мәдениетін зерттеуші тұңғыш ғалым, қазақ халқына адал қызмет еткен ірі қоғам қайраткері.
Ақынның алғашқы өлеңдері 1909 жылы Санкт-Петербургте 40 мысал аударма жинағында жарық көрді. Екінші кітабы Маса. Ал балалар, біз бұға дейін көптеген атақты тұлғалармен танысқанбыз, қандай атақты тұлғалармен таныстық? Есімізге түсірейікші. Ердос? Абай Құнанбаев. Әйтеке би. Жалғыз Абай. Алина. Сайын. Мұхтар. Ал енді бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлы туралы сабақ өтеміз. Ахмет Байтұрсынұлы балалар халық ұстазы деп атайды. Сабақтың тақырыбы халық. Бала Ахмет ақылды, зергер, қабілетті. Кім қандай дейсің? Зергер болып кетті бала Ахмет. Өте өнерлі екен ғой. Балнұр? Бала Ахмет зергерлі, ақылды, қабілетті. Кім оқиды тағы да? Балқадиша ол. Бала Ахмет ол зергерлі, бала қабілетті, бала жүрек, алды, білімді. Жазып болсақ, бала жеке жұмысты бағалаймыз. Көркем етіп жаздық па? Сипаттай алдық па? Екі бала. Балалар бұл жеке жұмыс. Әлден ізденіп, оқулыққа сүйеніп, қажетті ақпаратты Бір шықпен жуғанда, екі шығарған алмақта болды. Үш дегенде жерге жетті, төрт дегенде ұшып кетті. жел соқты. Шақыр қалды. Шақыр асылды, күн ашылды. Тексереді ағаштар, алдынан сабан кеседі. Кішкентай ағашқа үлкен болып өседі. Келесі жұмысымыз бала бізде жеке жұмыс. Төртінші тапсырма жеке жұмыс. Бұл жерде мәтінде Сейдахмет ақын Ахмет туралы не дейді? Қалай ойлайсың? Ақын үміті ақталды ма? Яғни бұл жерде сендер ашық микрофон арқылы бір-бірлермен жұптасып сұхбат аласыңдар. 1 минут уақыт беремін, дайындаңдар. Дайын жұп, қоңырауды басасыздар. Алғашқы жұп қана қоңырауды басады. Оғызда да тұр, балалар. Дайыныз ба? Бұл уақыт бізді. Қайсы жұп дайын? Сұхбат алатын кім? Микрофонды дұрыс тапсыраймыз. Сейдахмет ақын Ахмет туралы не дейді? Сейдахмет ақын Ахмет туралы ол кішкентай кезінен бастап зерделі, ақылды болып өсті дейді. Қалай ойлайсың? Ақыл үміті ақталды ма? Ақындың үміті ақталды. Себебі Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың жолдасы болып, астанда жолдасы болып тұрды. Және ол халқын ақыл жазушы болды. Ал келесі жұп кім? Қалайша сұхбат басамыз. Сейдахметтің ақын Ахмет туралы не дейді? Ол Ахмет кішкентай кезінен сан алуан кітаптар оқыды. Қалай ойлайсың? Ақынның үміті ақталды ма? Ақынның үміті ақталды. Ахмет көп жерлерде көрнеді. Жақсы, жарайсыңдар. Тағы қайсы жұп дайын? Аяқпен. Ярасың. Керемет. Өзгеше сұрақ қойды. Қандай болып өсті дейді? Ахмет кішкентай кезінен ақылды әрі ерекше болып өсті. Келесі сұрағым. Ахметке не әсер етті? Кім жауап береді? Не әсер етті? Кім әсер етті? Кімді отырады? Кім қолынан кім әсер етті? Өзің жауап береді. Кім әсер етті? Әсер етті дейді. Әсер етті. Жарайсың балалар, жұптық жұмыс балалар бітті. Сендер өз бетінше жұптас жұмыс дегендер білемін, бағалаймыз. Қазір аудиторияға 3 қана жұп келді. Енді кел, Айша. Бір тапсырма аламыз, топпен жұмыс жасайсыз. Айша, оқыңдар, қандай тапсырма берді? Қандай нәқашыңдар, қандай тапсырма берді? Қандай тапсырма берді? Бала Ахмет Байтұрсынұлы? Ахмет Байтұрсынұлы? Ұстаз, сендерді? Ахмет Байтұрсынұлы?
ақын. Ал осы туралы ойларыңды жазасыңдар. Tamam istemiyorum ben. Иә? Бала сендерге 20 минут жетер ма? Оңғар. Боламын, толы. Уақыт кетті. Жұмыс жасай береміз бала. Алаңдамаймыз. Тез жазамыз, уақыт кетіп жатыр. Басамыз. Өте жақсы. Үшінші топ бітті. Соңғы дайындаламыз. Кім торғайды шығамыз қалғандар болыңдар. Ал уақыт аяқталды, болды. Топтық жұмыс аяқталды. Орнымызға отырамыз, қалғандар. Орнымызға отырамыз. Ауызша жеткіземіз. Енді уақыт кетті балалар, уақыт кетті. Біраз жазып болып тұрсаңызшы. Болды. Тез жасамашы ме? Бұл уақыт бар. Бір минут уақыт болды, тез біраз сөз жазып қалып тұр, әдемі бөлмей аламыз. Тез бір адам жасында болды. Болыңдар. Қазір мына бірінші топты аяқ қойған болсын. Орнынан болсын. Болды, бітті. Ақын толы отырыңдар. Отырыңдар. Ана алып жүріңдер. Ал бәріміз топтың жұмысын тыңдаймыз, иә? Ал үшінші топты тыңдаймыз, алып қойыңыз. Ал қой, ашық тез жауап бере қой. Келесі сұрақ. Аяқ. Аш. Өгірдей сөзінің мағынасы. Жап жасына. Үйін ал. Үміті ақталды. Енді сайын. Иә, ең бала сендер мынау ақылды топ арқылы сендер бүгінгі сағатта қандай білім алғандарын көрсетіп жатсыздар, қол көтеріп жатсыздар, иә? Өте жақсы балалар. Енді балалар қосымша бал қоямыз. Енді кері байланысқа қарады. Тау шыңы деген кері байланыс. Бұл жерде ең биік шыңға жеткен оқушы бүгінгі сабақты келесі оқушыға түсіндіре алады. Өзі түсінеді, келесі оқушыға түсіндіре алады. Ал ортасына жеткен оқушы бәрін түсінді, бірақ ол басқаларға түсіндіре алмайды. Ал таудың етегіндегі оқушылар, олар бүгінгі сабақтағы тапсырмаларда қиналды. Қане, ауызша кері байланыс берейікші. Алихан, қай жерге жеткің сен таудың? Таудың ортасына жеттім. Себебі сен Мен түсіндім, бірақ басқаларға басқаларға түсіндіре алмаймын дейді. Санжар, сен қай жердесің? мен де таудың Ортасында. Отыр. Айсана, сен қай жердесің? Себебі Ахмет Байтұрсын туралы көп мәліметтер білдім. Ахмет Байтұрсын ұлы кім екенін, оған кім әсер еткенін білдім. Өте жақсы, тамаша балалар. Енді кім қанша бал алды бүгін? Балдарды айтып жеңдер. Қанша бал жинадыңыз? 9 бал. Қанша бал жинады? Айтып тұрайық. 9, 8, 9. Не себеп 9? Неге 10-ға жетпей алды? Қай тапқышынан орындамадың? Яғни бәріміз көбінесе жақсы бал жинадыңыз, иә? Төмен бал жинағандар бар ма? Кім төмен? Az бал жинады. Кім айтады? Бәріміз жоғары, өте жақсы тамаша. Олай болса, үйде тапсырма. Сендерге бәрін түсініп оқып, мазмұнын айтуға дайындалып келеміз. Сабақ аяқталды. Сыртқа шығуға рұқсат.